адамдардың 80% организм судан тұрады. Денсаулықтың мықты болуы, өйткені бұл су тамақ ретінде пайдаланамыз. Тамақ ретінде пайдаланғаннан кейін мұның сапасы экологиялық мынау санитарлық талаптарға сай болып, дұрыс болатын болса, біздің денсаулығымыз әр уақытта мықты болады. Одан кейін тағы сіздерге ұсыныс жасаймын. Іштеріңізде жақсы оқитындар болса, осыған пәндеріңізге, мен сіздерді жұмыс алуға дайынмын. Стипендия төлеймін 40 мың теңге. Төлеуге дайынмын. Бірақ сіздердің іштеріңізде сіз айтуыңыз керек. Соның мына тәртібі, оқулығы, білімділігі болса, біз дайынбыз. Осы күннен бастап жұмыс істеуге дайынбыз. Бүгін Амарбек Омарұлымен бірге жиналыста отырдық. Біз бүгін бізді уайымдатқан көптеген сұрақтардың жауаптарын біліп, және жаңа мәліметтер білдік. Жиналыс өте керемет өтті, бізге ұнады. Бүгін біз Анарбек ағаймен көптеген сұрақтарымыз жауап алып, қызықты сұхбат өттік. Судың қандай пайдасы бар екенін ұқтық, және суды үнемдеу әрбір адамзаттың міндеті.